Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге шетелден келген қандастарды солтүстік райондарға көшірудің 2025 жылғы арналған өңірлік квотасы туралы ақпаратты жеткіземіз. Яғни шетелден көшіп келген қандастарды Қазақстанның солтүстік райондағы облыстарға көшіріп апару. Сонымен бірге Қазақстанның оңтүстігіндегі тұрғындарды солтүстік райондарға көшіріп апарудың жаңадан шыққан квотасын сіздерге жеткізетін боламыз. Енді 2025 жылы өңірлік квота облыстар бойынша төмендегідей бөлінді. Енді шетелден көшіп келген қандастар үшін Павлодар облысына 1056 адам, Ақмола облысына 285 адам, Шығыс Қазақстан облысына 269 адам, Абай облысына 244 адам, Солтүстік Қазақстан облысына 175 адам, Қостанай облысына 150 адам, Атырау облысына 100 адам, Батыс Қазақстан облысына 30 адам. Енді оңтүстік районнан солтүстік районға көшіп келушілер үшін берілген квота саны: Павлодар облысына 3050 адам, Солтүстік Қазақстан облысына 2969 адам, Қостанай облысына 535 адам, Шығыс Қазақстан облысына 372 адам, Абай облысына 255 адам, Ұлытау облысына 125 адам, Қарағанды облысына 38 адам. Енді осы қандастар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізілген адамдарға мемлекет қолдау шарасы көрсетілетін болады. Яғни осы солтүстіктен көшіп келген отбасыларға мемлекеттік жақтан көмек беріледі. Экономикалық жақтан ақшалай көмек беріледі. Енді көшіп келген әрбір отбасы үшін әрбір отбасына 280 мың теңге көмек ақша беріледі. Сонымен бірге 12 айдың ішінде егер сіз көшіп келген соң солтүстік районда егер үй жалдап тұратын болсаңыз, онда сізге үкімет үй жалдап тұру ақысы үшін әр айда 120 мың теңге мөлшерінде сізге ақшалай көмек береді. Сонымен бірге осы көшіп келген отбасыларды жұмысқа орналастырып жатқан кәсіпкерлер, яғни компаниялар үшін оларға 1.600.000 теңге айналасында субсидия беріледі. Яғни толықтама қаражат беріледі деген сөз. Сонымен бірге осы солтүстік районға көшіп келушілерді қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға жолдама береді. Яғни сізді белгілі бір кәсіппенен оқып, тәрбиелеп, жетістіріп шығарады. Сонымен бірге жұмысқа орналасуға немесе кәсіпкерлік бастаманы дамытуға жәрдем береді. Тұрғын үй сатып алуға экономикалық жақтан сертификаттарды береді. Яғни сіз солтүстік районға көшіп келген соң, егер үй сатып алмақшы болсаңыз, онда үкімет сізге белгілі бір үйдің белгілі бір проценттік ақшасын сізге төлейтін болады. Бүгін біздің сіздерге берген ақпаратымыз пайдалы болса, туыс-туғандарыңызға жолдаңыздар, бөлісіңіздер. Сіздерге көп рахмет.